Assalomu alaykum do'stlar, sizlarga men Salim және бүгінгі видеороликте біз стримді қалай жазу керек екенін үйрететін боламыз. Видеоролик басталмас бұрын арнаққа келіп лайк басып, колокольчикті басуды ұмытпаймыз және топ комментарийлер келесі видеороликке түсетін болады. Бұл идея маған қайдан келді достар? Маған көптеген подписчиктер стримдарымда сен стримді қалай жазасың, немен жазасың және тағы да басқа сондай сұрақтар қояды. Сондықтан барлық сұрақтарға бір жауап беру үшін мен осы видеороликті түсіруім керек болды. Ал біз көп жазбаймыз, кеттік. Так, міне біздің бірінші программамыз Omelet Arcade және осымен стрим жасауды үйретемін. Так, достар, міне Omelet Arcadeмен стрим жасау үшін ең алғашқы сіздер өздеріңіздің стрим жасайтын ойыныңызға кіруіңіз керек. Және сол так, достар, міне біз ойынға кірдік. Ойынға кіргеннен кейін біз сіздерден яқта водяной знак сияқты болады, и сіздер соны басып стрим басасыздар. Ал енді мен ол үшін қазір Omelet Arcade'ды басам. Так, инструменты. Және бізде бірінші емес, екінші Silent FP, яғни YouTube арқылы тіркелген неңізге тіркелуіңіз керек. Сосын кешеміз. Так, міне біз Omelet Arcade'ға кірдік және Omelet Arcade'тен біз өзіміз регистрация жасаймыз, яғни біз немен жасаймыз? Facebook, Twitch или YouTube және Omelet Arcade'тің өзінің ішіндегі программамен. Бізге керек платформа бұл YouTube. YouTube'ды қосамыз, конечно, регистрация аккаунт анау болады. Сіздер оны өздеріңіз білесіздер. Далее басамыз. Яқта бізде атын қоямыз. Мына жерде описание және яқта микрофонды қосу керек па, өшіру керек па? Бірақ микрофонды стримді да қосып өшірсе болады. Качество стрима авто қосаңыз болады, бірақ автода ол сіздің интернетіңізге байланысты автоматически неңізді стримнің качествосын дұрыстайды. Ал менде 720-да тұрғандықтан мен интернет качеством кішкене средний нормальный, сонда мен 720-мен қолданып жүрмін. Так, енді бізде микрофон бәрін айттым. Не беспокоит, обязательно қосып қойыңыз. Егер де сіздерге біреу ВК-дан, WhatsApp-тан немесе Instagram или там звондап қалса, Telegram-нан анау болатын болса, сіз оны естімейтін боласыз, яғни стримға кедергі жасамайды. Сондықтан не беспокоит, обязательно қосып қоямыз. Енді барлығын істегеннен кейін Omelet Plus бұлар енді керек емес. Наложение деген не? Сіз егерде стрим жасайтыңыз болсаңыз, стриміңізде осындай типа не болып тұрады? Наложение. Бірақ бұл маған особо керек те емес. Сондықтан бұл маған керек емес. Мен мұны қосып қоймын. Так, өшірсілеп. Так, все. Задержка стрима нет қыламыз обязательно, ол және сіздердің интернеттеріңізге байланысты. Егер сіз турнир анау ойнайтын болсаңыз, мен сіздерге задержка 1 минутқа қоюыңызды ұсынамын. Себебі егер сіз мысалы турнир ойнап жатсаңыз, және сіздерді стрим арқылы көріп, сіздер қай жерде екенін біліп өлтіріп қоятын болсаңыз, сондықтан өлтіріп қоятын болса сізге стриміңізді кішкене ойыныңызға кедергі жасайды, сондықтан 1 минутқа қоюыңыз керек. Ал егер там керек емес, вообще чатпен сөйлесіп отырамын десеңіздер, ниетті қойасыздар, конечно, все. Болды, начальте басамыз, и стрим ары қарай өзі басылады. Так, келесі біздің программа My Streamcast. Бұл программаның бәрі описаниеде тұратын болады. Бізде бұяқта жасайтын 3 платформа бар: Одноклассник, Twitch және YouTube. Twitch, Одноклассник сіздер даже кірмейсіздер. Twitch білмеймін кім стрим жасайтын. Менің аудиториямнан әрине біз YouTube'ды басамыз. Бізде бәрі міне кіргеннен кейін стримнің атын жазамыз. Описание қоямыз, оңай. Микрофон өшіріп қосу, бұл стримді да жасауға болады. Фронталка өшіреміз. Егер де вебкаммен өзіңіздің камераңызбен жасайтын болсаңыз, әрине қосмаңыз. Мен бірақ оны өшіріп қоямын. Комментарий керек. Донатты да істесеңіздер болады, бірақ сіздер начинающий болғандықтан пока что сіздерге онша донат қажеті жоқ. Сіздерге 300-400
подписчиктен кейін донат салу мүмкін. Сондықтан донатты 300-400 подписчиктен жоғары жасасаңыздар болады. Зрители обязательно доступно всем біріншісін қоямыз. Сбор средств донатты пока что қоймай тұрмыз. Мен соны оның барлығын стримнің видеороликтің соңында көрсететін боламын. Және начетті басып, стримді бастаймыз. Так, келесі программа бізде бұл Do Recorder. Do Recorder'ды басамыз. Мен бұның бәрін описанияға қалдырамын, қорықпаңыздар. Do Recorder'ды бірінші, екінші, үшінші, төрт короче, не тұрады, настройкалар. Бірінші ол видео түсіру, екінші ол видео түсірудің настройкасы, үшінші тоже видео түсірудің настройкасы. Біз сондықтан төртіншісіне Live дегенге басамыз. Біз өзімізге жасайтын платформаны таңдаймыз, яғни Twitch, Facebook, YouTube. Конечно, біз YouTube'ды таңдаймыз, атын жазамыз, описаниені жазамыз. Для всех мен выберать категорию екеуін қалдырамыз, олар бізге керек емес. Келесі біз енді настройканы басамыз. Настройкаға кіріп разрешениені қоямыз. Өзіңіздің әрине негізге қарай, интернет качествоңызға қарай. Сондықтан өзіңізге жақсы интернет качествоңыз болса 720-ны қойсаңыздар болады. Егер мен ойында пиникім 60-50 ұстайды, мен интернетім өте жақсы десеңіздер 1080-ға қойсаңыздар болады. Енді келесі задержка стрим, менде стримдер задержка болып тұрады, бірақ ол әрине качествоға байланысты. Мен сондықтан бұл жерде сверхнизко, яғни 4К-да көруге болады мен стримді. Және сверхнизкая задержка, ол задержкаңыз егер де чатта сізге бір адам жазып жатса, сіз сол чатта жазған адамды жазған кезде сразу көресіз. Ал задержка, низкая задержка, нормальный задержка қойсаңыздар, сізге ол чат жазған сообщениялар сізге 1 минуттан кейін 30 секундтан кейін келіп жатады. Сондықтан сверхнизкая задержка қоямыз. Келесі бізде Do Recorder'дің ең жақсы плюсы бізде выбор обложки және выбор изображения паузы при трансляции. Ол деген бізде выбор обложки. Конечно, сіздер стрим бастамас бұрын стримнің бетін превьюін істейсіздер және осы жаққа қоямыз. Міне менде бәрі дайын істеп қойғам. Және выбор изображения паузы при трансляции. Бұл деген мен стримді паузаға қоятын болсам, менде осындай картинка шығады. Яғни басқалар стримді паузаға қоятын болса, загрузка болып тұру мүмкін, қап-қара болып. Ал менде ондай емес. Менде осындай сурет шығып, яғни адамдарды кішкене жалықтырмайды. Міне, выберите свой канал YouTube. Міне біз таңдап қойдық бәрін. И болды. Енді екінші настройка қараймыз. Екінші настройкада не бар? Екінші настройкада біз ештеңе керек емес, тек қана бұл жерде уведомленияға кіреміз және оны қосамыз. Болды. Және звук оповещения для новых сообщений. Ну, бұл да болады. 8 секунд қоямыз және оповещение подписке бәрі қосылып тұру керек. Ол дегеніміз не? Егер сізге арнаңызға адам тіркелетін болса, сіз оны ол адам экранға шығады және сіз оны лично өзіңіз рахмет айтсаңыз болады. Ну вот. Стримнің еш қиындығы жоқ. Енді донат. Сосын Donation Alerts деген сайтқа кіреміз. Және мен оны описанияға қоямын. Donation Alertsқа кіреміз. Міне, начать использовать. Өзімізге YouTube-пен түсіретін болғандықтан біз YouTube-ты басамыз. YouTube басамыз. Міне ойнаны кетірсін. Өзімізге ыңғайлы өзіміздің аккаунтымызды, YouTube каналымызды таңдаймыз. Менікі сәлем фуфа, сондықтан мен осыны таңдаймын. Және міне біз Donation Alerts менің донаттарым, менің сообщенияларым барлығы отыр. Менде уже 44%, яғни 1852 теңге жиналып қалды. Енді қалған тек қана 2329. Ну, нормальный прогресс. Енді біз панель управлениеден 3 палочканы таңдаймыз да панель управленияға кіреміз. Және бізде мына жерде оповещениеға кіреміз. Оповещениеға кіреміз да мен уже мына жақта дайындап қойдым. Сіздерде мына жақта добавить новую вариацию деген басамыз. Сол кезде сіздерде осындай нәрсе шығады. Мен бұны ештеңе керек емес. Бұл жақта бәрі оңай, донат, анау. Бұл жерде добавить новую вариацию дейміз. Вид
суретіңіз үстінде, ал сізге жазған текстіңіз астында болып тұрады. Изображение менде мынандай, ал өлең дауысы болса мынандай. Міне маған стримдерде осындай звукпен донаттар келеді. Дополнительно бәрі керек емес, барлығы оңай. Міне болды, сосын сохранить етеміз. Все. Және енді бізге керегі запустить дегенді көріп тұрсыздар ғой. Сол кезде запустить дегенді запустить дегеннің астында бізде көз тұр, соны көзі басамыз. Сол кезде мына жерде ссылка шығады, сол ссылканы копировать етеміз, яғни мынаны басамыз. Енді оны сақтағаннан кейін біз шығамыз да MyStreamCastқа кіреміз. Егер де сіз MyStreamCastпен жасайтын болсаңыздар, сіздерге соған керек болады сайт. Және донат кіреміз. Және мына жерге осы сайтты қоямыз. Сосын қосамыз. Болды. Сізге экранға шығып тұрады. Енді описанияға не қоямыз? Описанияға біз мынаны қоямыз. Настрой 3 полосканы басамыз. Панель управления. Сосын біз кіреміз, настройка кіреміз, настройкадан страница отправка сообщенияға басамыз. Одан кейін основная ссылканы копировать етеміз, яғни осыны ссылканы копировать еткеннен кейін осыны описание қоямыз. Обязательно описание қоямыз. Және описанияға қойғаннан кейін болды оңай. Осыны копировать етеміз, стримғасқа кіреміз, басамыз. Мына жерде біз бағанағы донатты қосып қойдық, және мына жаққа описанияға бағанағы сайт ссылканы қоямыз. Болды. Және сіздердің подписчиктеріңіз сізге донат жасау үшін не істеу керек? Тек қана описанияны басу керек, сол сайтты басу керек, сол сайттан уже барлығы анықталатын болады. Міне болды, оңай. Енді дурекордермен донатты қалай шешеміз? Дурекордер жаңа оңай айтады. Мен тағы да бір программа бар, ол бізде әрине Overlays дегеніміз бұл программалардың сыртында жұмыс істейтін программа, яғни кішкентай окошкалар. Біз профильға кіреміз, яғни мен мыналарды қазір удалить етейін. Так, жоқ. Удалить етейін. Сосын біз мына жақта плюсикті басамыз. Плюсикті басқаннан кейін ең бірінші всегда включен басамыз. Яғни overlay будет платить везде. Және атын қосамыз. Мысалы, сізде донат деп қойсаңыздар болады. Мен шатаспас үшін донат 2 деп қоямын. Так, сосын бізде мына жерде браузерді басамыз. Браузерді басқаннан кейін сіздің донатыңыз қай жерде болады экранның? Мына жерінде. Яғни сізге өзіңіз стримда қай жер ыңғайлы, сол жаққа қоясыз. Маған ол ыңғайлы орта, себебі ортамен онша жұмыс істеймін, және ортада кішкене көрінген, әдемі көрінеді және ыңғайлы. Кім жіберген? Бірақ ол 15 секунд болады, 15 секундтан кейін ол кетіп қалады. Біз настройканы басамыз. Включить вкладки өшіреміз. Адрес сайта по умолчанию кетіреміз да, бағанағы ең алғашқы сайтты қосамыз. Бағана біз каст стримға қосқан донат стримді осы яға қосамыз. Болды. Одан кейін яқта показать адресная строку өшіреміз. Цвет фона бізде 100%-ға қоямыз. 100%-ке. Заблокировать overlay басамыз. Және интерактивді өшіреміз. Все, болды. Басқа бізге ештеңе керек емес. Шамыз болды. Включен. Донат всегда включен. Болды. Бұл маған әрине керек емес. Сондықтан мен бұл жақта удалить етемін. Все. Стрим бастайтын кезде осы бағанағы программаны всегда включен қоса саламыз. Сөйтеміз де стримға кіріп бастаймыз. Болды.
Так, достар, міне біздің видеоролигіміз соңына келіп жетті. Арнақтырға лайк басып колокольчикті басуды ұмытпаймын, және топ комментарийлер келесі видеороликке шығатын болады. Чао.